Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын түрік самсасының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне бөлме температурасында тұрған майымызды салып, бір келкі болғанша майда крошка жасап аламыз. Ендігі кезекте сұйықтығына кірісеміз. Жылы сүтіміздің үстіне шамалы тұзымызды салып, және бір қасық дрожжымызды салып, өз қалауларыңызша қанттарымызды салып, жақсылап қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, оның үстіне разрыхлителімізді салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осы ретте алдын ала дайындалған ұнды крошкамызды салып, қамырымызды бір келкі етіп, жұмсақ қылып илеп аламыз да, 1 сағат уақытқа тұндыруға жібереміз. Ендігі кезекте начинкасына кірісеміз. Ол үшін бізге алдын ала туралған картопымыздың үстіне туралған пиязымызды және де мясорубкадан өткізілген фаршымызды салып, дәміне қарай бұрыш және тұзымызды сеуіп, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Міне, фаршымыз дайын. Міне, біздің өте керемет болып көтерілген қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды өз қалауларыңызша бөліктерге бөлсеңіздер болады. Мен 6 бөлікке бөліп шықтым. Енді осы қамырымызды ұн себе отырып, оқтауымыздың көмегімен жұқа да емес, қалың да емес қамыр жайып аламыз. Қамырымызды видеодағыдай бөліктерге бөліп шығамыз. Бір бөлігін алып, ортасына начинкасын салып, осылай орап, алдын ала дайындалған формамызға салып шығамыз. Достар, егер менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Міне, біздің түрік самсамыз дайын. Енді үстіне жұмыртқамызды жақсылап жағып, қалауларыңызша мак немесе күнжуттарыңызды сеуіп, алдын ала қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Біздің өте керемет болып шыққан самсаларымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.